Бәріне сәлем, менің есімім Саят. Мастер кофеханалардың негізін қалаушылардың бірімін. Мынау біздің ең алғашқы нүктеміз 2014 жылғы 17 маусымда ашылған. Иманова, Жұбанова көшелерінің бойында. Мына жерде ЕНУ университеті бар, КЗ университеті. Сол кезде біздің алғашқы қонақтарымыз сол жақтан болады, студенттер. Мына жерде аялдама, адамдар күтіп. Біз енді андай ол кезде форматымыз басқаша болды, кішкене. Баға жағынан да басқаларға қарағанда ыңғайлы етіп жасағанбыз. Кофе с собой форматы ол кезде тек дамып келе жатты. Кофе мәдениеті. Тез кофе жасап алып кету, жаңағы стакандармен деген. Соның бірінші точка. 7 квадрат болған. Бұны біз партнер екеуміз. 7 квадрат? 7 квадраттай ғана, кіреберісте болған. Кейін ақырын созып көбейткенбіз. Сол партнер екеуміз осы ұзақ іздеп, бір 2-3 ай ма локацияны іздеп, өзіміз ремонт жасап, бәрін жасап ашқан точка. Жаңа айтып өттіңіз ғой, алғашқы бір стақан кофеларыңыздың бағасы қанша болды? Ол кезде 250 теңгеден басталған бағасы. Кофе 250 теңге тұратын кезде кофейня ашқан кісілер. Атауын қалай ойлап таптыңыздар? Қасыңызда адамды жаңа ағылшын тілі курсында таныстым дедіңіз, иә? Иә, Ернат ол партнер, серіктес, ең басты серіктес. Сол әртүрлі аттар қарастырып, негізі мастер кофе деген соның идеясы болған ғой. Сол мастер деп сол атты тоқтадық. Кофе жағынан мықты маман болу деген, сондай секілді ниетпен мастер кофе деп қойып. Ол кезде логотип те өзгеше болды, ескі фотоларды қарасаңыздар. Кейін жаңа логотип, 2022 жылдан бастап ребрендинг жасалды ғой, тасбақамен жаңадан келген логотип. Ол кезде тек аты болатын, және де логотип жай кофе түрінде болатын, стакан секілді. Бәрілерінде есте сақталмайтын. Міне осы бар ғой, осы жер ғана болған, негізі мына есік жабық тұрған. Ол кезде мынадан ары қарай да болмаған. Иә, мына темір есік жабық тұратын, тек адамдар кіреді, кофені алып кетеді. Бір-екі орындық болатын, барымыз қодыратын. Біз кофе жасап, тез-тез алып кетіп. Бұл жерде жай қарапайым меню болады, қолмен жазылған, қорымен жазған. Қазіргі әдемі экрандарға бәрі істеп. Жалпы сол осы жер ғана болған ғой, ең бірінші. Кейін мына жаққа созып есікті ашып істедік. Кейін ары қарай мына жақты ашып, сөйтіп өзгерте бастадық. Ең бірінші жаңа кофе с собой форматты бастадық. 2014-те біздің кішігірім сондай кофеханалар аша бастадық. Тағы да Шуар сарайында болды, автоционда болды. Басқаларға жаңа кофе сатуды біз 2015-те бастадық қой деймін. Бір жылдан кейін ғана. Иә, өйткені біз ең бірінші стакан сата бастадық, басқаларға қағаз стакандар, одноразовый посуда. Кейін кофе сата бастадық, кейін ескі кофе машиналарды әкеле бастадық. Ресейден, Украинадан, сөйтіп B2B-ға форматқа көбінесе көшіп кеттік. Ол қандай формат? B2B деген басқа кофейня, ресторандарға, хорикаға жалпы да кофе поставка істеу. Біз Ресейден, Италиядан кофе алып дистрибьютор болатынбыз, басқаларға поставка істейтінбіз. Кофені, жабдықтарды, аксессуарларды бәрін. Школа бариста аштық сол кезде. Үйрете бастадық та, өзіміздің баристар және сырттағы біздің клиент партнерлардың адамдарын. Сөйтіп келіп, өзіміздің жалпы обжарочный цех, өзіміздің университет производствоға 2019 жылы бастадық. Оған мен ақша жинап, ростер алып. Кейін 2019-дан бастап өзіміз құра бастадық кофе. Логотип бойынша ребрендинг 2022 жылдың жазында орын алған. Оған дейін басқа логотип болған. Жалпы торговый компанияның логотипі бөлек, сеть кофейня бөлек болған, кофеханал желісі. 2022-де жаңа тасбақа форматында басқа логотип шықты, жаңарған, обновленный 4 жыл болған. Нарықта сұранысты байқадық, басқа кофеханалардан жақсы одноразовый посудаға бар, жақсы кофеге, кофе машиналарына сұраныс болды, сол кезде өсіп шығаттан. Сол сұранысты қанағаттандыру ойымен оларға осындай қызмет көрсете бастадық, және де жақсы жұмыс істей бастағандықтан біздің клиенттердің жалпы саны өсе бастады. Біз таңғы ас, түскі ас, бүкіл тамақтың түрлерін дайындаймыз. Ол кішкене қиындау формат негізінде. Тек қана экспресс форматқа қарағанда, өйткені процестер көп, адамдар көп, ассортименті де көбірек.
жалпы біздің слоганымыз саған арналған ғажап кофе деп аталады. Стакандарда да көрген боласыз, басқа жерлерде. Қазақша слоган, жалпы өзіміз қазақ болғандықтан, және де біз Made in KZ бренд, қазақстандық бренд болғандықтан оған көңіл бөлеміз. Сондықтан постерлар да өзінің бір идеясы, бір нақышы бар, ол біздің дизайнерлар жасаған. Адамдар түсініп, постердан кейбір біздің ол адамдарды көруге, тұлғаларды көруге болады, тарихымызды көруге болады, және де әр локацияға байланысты өзінің тематикасы бар да. Мысалы, бір көшен бойында орналасса, мысалы, Кенесары мысалы, тағы сондай байқайсыздар да. Кейбір посттар бар, жақсы посттар бар, қызықты, бізге ұнап қалған, олар қайталануы мүмкін кейбір жерлерде болуы посттар. Жалпы жаңа тұрақты істейтін автор дизайнер бар дедіңіз, атын атап өтіңізші, просто бізде бүкіл Астанадағы десем болады, ең әдемі ерекше постерлар Мастер кофеде. Менің ойымша. Астанада 10 жыл тұрамын. Бұл менің атым Мағжан дизайнершілік жұмыс істейді. Бұл постерді біз әр өзінің мағыналы болуға тырысамыз, және қазақша идеясы бар. Сонда біздің жалпы Мастер кофеге сәйкес келу керек, және де ол Қазақстанның бренд екенін көрсету керек. Астананың кофеханаларын 10 жылдан бері миллион рет шарлаған гурман ретінде мен дәл қазір Мастер кофені жақсы көрудің 8 себебін айтып өткім келіп отыр. 8 себептің ең алғашқысын бастайын. Мастер кофенің тағамдарын қатты жақсы көрем. Тағамдары болғанда, қазір біз мына шығарылымда мәзіріне, оның тарихына, идея концепциясына толығырақ тоқталамыз. Бірақ ең алғашқысы ол ең әдемі, ең ерекше постерлар. Қараңыздар. Напка, анда Кенесары хан тұр. Кенесары ханның Напкадағы ескерткіші, Астанадағы, оны астаналықтардың барлығы білет. Есіл жағалауын аралап, көрген адамдардың барлығы білет. Мұнда қараңыздар, Астана вайб. Былай қарай жүре беріңіз, бер қарай айтса. Мен жақсы көретін екінші себеп, Мастер кофеда ең дәмді таңғы астар ерекше. Мен жақсы көретін таңғы ас ол скрэмбл мен хэш браун қосылған таңғы ас. Ал мен жақсы көретін ең күшті тағам ол тауық филесі. Картоп қосылған тауық филесі, бетінде фисташкамен, әдемі сливочный соуспен. Жегім кетті. Кеттік. Үшінші себеп, Мастер кофеда ғана жасалатын, өздері қуыратын ең дәмді кофелер. Астананың көп кофейняларына барған кезде сіздер осындай кофелерді көресіздер. Сыртында Мастер кофенің жазуы болады, өздерінің логосымен. Әдемі мерчтары бар. Яғни Мастер кофенің өзі ғана емес, өте көп кофейнялар Мастер кофеден алынған кофелерді қолданады. Бір, екі, үш себеп айттым ба? Үшеу айттым. Төртіншісі, Мастер кофеда қонақтарға жағдай өте әдемі жасалған. Мысалы, қараңыз, ешкімнің бетіне қарап отырмай-ақ, өзің ақ отырып, розеткасына қуаттағышыңды тығып қойып, телефоныңмен жұмыс жасай аласың, ноутыңмен алаңсыз отыра аласың. Жеке осындай жабылған кеңістіктер де бар. Ол жерге кіріп өзің жеке бір жиналысыңды өткізуіңе болады, достарыңмен жеке отырғың келетін орын іздеген кезде Мастер кофенің табуға болады. Алтыншы себеп, Астананың қақ ортасында Алматыдағы әдемі вайбты, көктемнің вайбын сезіну үшін республиканың бойына қарап отырып шай ішетін үлкен летник. Көбінесе кофейняларға жетпейтіні летникте әр кетсе 3-ақ орын болады, ал мына жақта 6 орын, мына жақта 6 орын. Өте үлкен летник. Келіп, асықпай кофелетіп, асықпай шайыңызды ішіп, жұмыс жасауға болады. Маған қатты ұнайтын жетінші себеп, бүкіл персоналдың, бүкіл қызметкерлердің үстіне киген формасындағы қазақша жазулар, дизайн, қуат ал, саған арналған ғажап кофе, бізбен бірге бол деген сияқты қазақша жазуларын айт. Қазір анау кісіні артынан барып түсіріп аламыз. Кеттік.
Hepsi. Әдемі. 8-ші себеп. Астананың жазында әдемі көктемінде аралаған кезде сен қолыңа міндетті түрде жазды сезіндіретін сусындар ұстап алып жүргің келеді. Яғни жаздың дәмін сағынған кезде әр жаз сайын жаңарып тұратын сусынның неше түрін шығарып, менюді қарасаңыз, түрлі түсті әдемі көрсең болды ішкің келетін сусындардың 4 түрі бар. Маған сусындармен бөлек ұнайды. Командалық жұмыс қой, партнермен жұмыс істеп, ақылдасып, үйреніп. Әлі үйреніп келе жатырмыз, үйренетін нәрселер көп, басқа тәжірибелі адамдармен сөйлесу арқылы, оқу арқылы, соның арқасында көптеген қателіктер жібердік. Ешқашан ондай тоқтап қалатын жұмыс емес, командамен жұмыс істеген, себебі ол общепит, процестер өте көп жұмыс, әрқашан өзгерістер болып жатады, соған бейімделу керек, проблемалар шығып жатады күнделікті. Сол үшін бейімделіп, солай үйренген. Универде оқыған белгілі бір мамандықта ол әрине пайдасы бар, бірақ та практикаға келген кезде көп нәрсені жаңадан үйренуге тура келеді. Өйткені сен бір жыл бұрын оқыған нәрселер бір жылдан кейін өзгеріп кетуі мүмкін, ескіріп қалуы мүмкін да. Және де мысалы біз қаржыны оқыдық, ол кейбір элементтерін аласың, бірақ бәрібір де практика кезінде, бизнес кезінде үйренген ол ең дұрыс та. Мамандығыңыз финансист болды ма сонда? Иә, мен қаржы оқығам. Қаржы. Бұл өте басқа бағыт. Бұл бағытты жұмыс істеп келе, зерттей келе, үйрене келе, бұл бағыт ұнады. Кофені ұнаттық, кофе мәдениетін дамытуға атсалысқымыз келді. Және әлі де 12 жыл болды, жалғастырып жатырмыз. Серіктестермен, командамен. Кухняны біз жаңа 2020 жылы алғашқы үлкен точка ашқан кезде, Меганың жанында, сол кезде қосқанбыз. Формат. Екі формат бар ғой, біреу бізде эспрессо бар деген бар, сол үлкен кухня, екінші экспресс деген, осы отырған жер секілді. Оны ашқан кезде уклон жаңағы неге болды, таңғы астарға, әзірге де солай, завтрактар жасаймыз, түскі астар жасаймыз. Біздің меню қатты үлкен емес, компактный да, тым көп суши, пицца, көп заттар жоқ та. Тек қана керекті заттар адамдарға. Біз оны әр сезон сайын жылына 2 рет минимум жаңартып отырамыз да. Жақында осы жаңарту болады, күзге қарай жаңарту болады. Бар бойынша да осыдан 1-2 апта бұрын жаңа жазда сусындар пайда болған, шыққан күн ыстыққа. Сол сияқты біздің бірінші бариста бар, бірінші повар бар, сол жаңартып отырады. Негізінен ол көбінесе бірінші повардың идеялары, ұсыныстары, соған қарап, кейде бізде бір жерден өзімізге ұнайтын заттарды көріп, сыртқа шыққан кезде басқа қалалардан, шетелден көріп айтып отырамыз. Ал жалпы негізінде сол көбінесе біздің команда бірінші повардың жұмысы. Мысалы сіздер туристағы әлде пікірлердегі қонақтардың пікірі бойынша бір сүйікті позицияларымыз бар, осы тұрақты бұларды өзгертпейміз дейтін дүниелер бар ма мысалы менюда? Ондай позициялар бар, иә. Мысалы курица с картофелем деген бар, тауық еті, картоптен, әрқашан топ. Қазір соңғы жылдары топқа енген бұл қазы мен таңғы ас, завтрак қазы дейді. Бұл өте ұнайды біздің қонақтарға. Себебі оның алдында басқа таңғы астар бар, английский завтрак деген сияқты әртүрлі бар. Қазақша түрде жасалған. Өзімізге де ұнайды. Және де қазір топ 1, топ 2-де жүреді, тамақтардың арасын алған кезде. Ондай позицияларды біз өзгертпеуге тырысамыз. Витрина жағынан келген кезде бізде әрине круассандар бар, әртүрлі өзіміз дайындаймыз, бізде цех бар, өзіміздің пекарня, мастер бейкери. Олар енді кофемен де ішуге ыңғайлы, басқа шаймен де ішсе, дамыда сұранысқа ие, ондай позицияларды. Басқадан алдыртпайсыздар, өздеріңіз дайындайсыздар. Негізінен көп витринаның көп бөлігі, мысалы сэндвичтар, тәтті заттардың көп бөлігін өзіміз жасаймыз, 80%-дай өзіміз жасаймыз. Қалған бар, кейбір позицияларды оны сырттан аламыз. Бірақ жалпы да көп бөлігін өзіміз дайындаймыз. Қалай қабылдайсыздар жұмысқа қабылдаған кезде? Неге мән бересіздер жастарды? Әрқашанда адамдармен жұмыс істеген оңай емес. HR жағын біз негізінен өзіміз көп уақыт HR болмаған, кейін қазір HR отдел бар, жұмыс істеп жатыр. Әрине өзінің бір
стандартымыз бар, қандай адамдар бізде жұмыс істеу керек әр позицияда, иә, мысалы бариста осындай, кухняда осындай, менеджер осындай дегендей көп іштен өседі. Көбінесе бізде жастар жұмыс істейді, студенттер де өте көп, кейін жұмыс істеп оқуын бітіріп қалып жатқандар да көп. Жалпы бізге андай адамдар белді бір өзіміздің ішкі стандарттарымыз бар, және де бізге құндылықтары сәйкес келу керек те, сондай адамдар жұмыс істеу керек. График жағы сәйкес келу керек, жалпы кофе ұнау керек, ал үйрету, обучение, оның бәрін біз өз қолымызға аламыз, ары қарай үйретіп. Ары қарай стандарттар бар, сол бойынша жұмыс істеу керек. Соған сәйкес келіп отырса, адамдар жұмыс істеп, ары қарай өсе береді. То есть бізде бар, және де әр нүктенің, бізде франчайзи партнерлар бар, өзіміздің управляющийлар бар. Олар өздері өзіне адамдар алады. Мысалы, біреулер стандарттарға сәйкес алады, құндылықтарға, және де басқа да факторлар қарайды. Ол мысалы график жағынан, біреуге келуі мүмкін, біреуге келмеуі мүмкін. Біреу мысалы локацияға байланысты, жақын тұрады ол жерге, біреу жақын тұрмайды деген. Жалпы именно бариста жағынан оландай общепит болғандықтан, ол жақта текучесть кадр деген жоғары ғой. Сол үшін әрқашанда жұмыс істеу керек, адамдарды ұстап тұруға, егер ауысып жатса жаңа адамдарды алып үйретуге, бір-бірін үйретіп кетіп, сондай тоқтамайтын жалпы жұмыс. Адак өзіміздің сондай бір команда бар, істеп келе жатқан ұзақ уақыт жастар, студенттер. Жұмыстары өздеріне ұнайды деп ойлаймын. Ешқандай қатты секрет ондай жоқ. Алу керек деген бәрі сияқты жұмыс істейміз. Мысалы, сіздерде бірнеше точка болса, барлығында меню бір, сол менюді жатқа білетін, бәрін бірдей жасайтын аспаздарды қанша уақыт үйретесіздер? Оларға деген белгілі бір обучение бар ма? Жұмысқа қабылдағаннан кейін. Аспаздарды негізінде тәжірибелі аспаздарды алуға тырысамыз. Және де сол нүктеде кухняда стажировка өтіп, белгілі бір уақыт стажировка өтеді, испытательный срок болады, сол кезде үйреніп, сөйтіп жасайды. Оны жаңа айтқанда бірінші повар, және де оның өзінің көмекшілері бар. Старший повар дейміз, аспазшы бар да, әр нүктеде. Олар өздеріне адамдарды алып, өздері үйретеді, және шешім қабылдайды сол кезде. Сол ары қарай жұмысқа аламын ол адамды, алмаймын деген. Егер бүкіл жағынан сәйкес келіп тұрса, жұмысқа алып, ары қарай жұмыс істетеді. Ол жақта енді кішкене графикті басқашалау, және де ол жақта кішкене барды қарағанда сияқты жастар емес, кішкене жасы үлкендеу адамдар көбінесе жұмыс істейді кухняда бізде. Сол бас аспаздарды қатты көп өзгертпеуге тырысатын шығарсыздар. Жиі ауыстырмауға, иә? Тырысамыз негізінде. Тырысамыз. Өйткені адамдар ауысқан кезде жаңа адамды алуға, іздеуге, оны үйретуге дәм өзгереді. Кішкене уақыт керек, және де онсыз болмайды әрине. Бірақ бардағыдай сол сияқты баристаларда күнделікті істеп жүрген бариста ұзақ уақыт жұмыс істесе, ол бәрін біледі, стандарт процесстерді біледі, тез дайындайды, және де қонақтар да оны біледі, ол қонақтардың сұранысын біледі, кім қалай жақсы көреді кофе, солай істеп береді. Біреуге мысалы ыстықтау, біреуге жылырақ, біреуге сироп көбірек, біреуге азырақ дегендей келіп жатып адам түрінен өтіп тұрады. Ол әрине адамдарға ұнайды. Сол үшін әрине адамдар ауыспаған жақсы. Бір ауысқан жағдайда түсінікті көшет адамдар, жаңа нүктелер ашылады. Ол кезде жаңағыдай кейбір жерден тәжірибелі адамдар сол жаққа апарып, олар үйретіп команданы, немесе жаңадан алып, HR адаммен шеф баристалар обучение, бізде өзіміз мектеп бар, школа бариста, сол жақта обучение жүргізіп, солай жұмысты жасаймыз. Және бізде цех бар, өзіміздің обжарка білесіздер, ол жақтан да тоже бүкіл біздің кофе дайындалатын өзіміз дайындаймыз. 100% арабика дайындаймыз, моносорт, спешалти сегмент 85-тен жоғары оценкасы бар, бағаланады ол кофе. Соны дайындаймыз, және де кофе машина бар, кофемолка көрсеңіздер, бізде әлемдік, мықты еуропалық, әлемдік, итальяндық мықты брендтардың кофе машиналары тұр. Біз оны өзіміз осы жаққа әкелеміз, көп бөлігін басқа кофейняларға да жабдықтаймыз, сатамыз. Өзіміздің сервис центр бар, мастер бар, оны бірден болып қалған жағдайда оған ремонт жасайды, керекті қосымша запчастьтер бар, олардың бәрін ұстап, сондай бір экосистема дейміз ғой, обжаркадан бастап, жасыл дәндерден бастап қуырып, оны өзіміз кофейня дайындап, бариста жасап беріп, сондай толық циклмен жұмыс жасауға тырысамыз.
күшті. Көп рахмет сұхбатыңызға. Анадай сізбен әңгімелесіп отырып өзімнің миым біраз нәрсені қорытпай қалды. Бұл енді сізге 10 жылдан аса жасап жүрген тірлік болғандықтан үйреншікті шығар. Айту қатты көп болып көрінбейтін шығар, бірақ менің миым ауыр болып қалды. Мына ақпараттың барлығын естіп отырып, әртүрлі бағыттары бар, әртүрлі салалары бар, бәрін бірдей бақылауда ұстап, бәрін бірдей осындай әдемі деңгейде жасап отырудыңыз еңді. Істеріңізге сәттілік болсын. Рахмет сіздерге, рахмет. Қонақтарыңыз көп болсын. Біздің қонақтарға жалпы ішін білу, ішкі кухня дейді ғой, біріншілікте қалай болған, қазір қандай форматта дамып жатырмыз, соны қарап білген қызықты болады деген ойдамын. Нақты қазір қанша қалада, қанша точка бар? Соны бір рет айтып жіберіңізші. Жалпы бізде қазір 39 нүкте болып тұр Қазақстан бойынша. Жалпы көп бөлігі Астанада орналасқан, басым бөлігі Алматыда бармыз, Қарағанды, Семей, Қызылорда, Қостанай және Атырау қалаларында. Және де әлде серіктестікке ашықпыз, басқа қалаларда, үлкен қалаларда партнерлар іздеудеміз.